ел болып, бірақ еркірет. Ол қазақ елі. Қалғандары кітапта жазылған. Жапондықтар, алтайлықтар, сақалар, біздің бауырлар бәрі қазақ болып өседі, қазақ болып қандарын қосады. Сондай. Қазақ дәстүрін қабылдап, қазақ болып кету керек қой. Ол үшін, әлемге үлгі болу үшін, біз өз дәстүрімізді бәріне биікке көтеруіміз керек. Сөзсіз, әйтпесе біз цивилизация болмаймыз. Ғарыштың мақсаты, жобасы орындалмайды. Қазір енді бәр діндер тыныш отыр. Жалғыз тасын лақтырған біздің дінімізге ислам. Ал кітапта жазылған, кім бір тас лақтырады, сол жойылады. Содан ойланыңдар, жақсылап тұрып. Менің өмірім енді азақ қалды, өмір сүруге мен тіпті қорқпаймын. Ал сендердің болашағың өте қиын болады, өте қиын. Әсіресе христиандық діндердің адамдары көтерілсе, қазақ елін жақтауға тасталқан шығар, таянбай. Оның ішінде оларға енді нағыз енді Исаның орынбасары жұбатушы келгеннен кейін, олар оған бағыну керек, сөзсіз бағыну. Діннің тәртібі солай. Олар ойланып жүр, қазір дәлел іздеп жүр. Дәлел болады, дәлел орнына кейін Будда діні, синтоизм жапондықтардың діндері, даосизм, бәрі дүниеге діндер, бәрі тәңір дінге қарсы емес, жақтас. Бірақ қарсы шыққан ислам. Неге? Исламда нағыз күрделі заңға қарсы сөздер бар. Адам бірақ дүниеге келеді, өледі, сосын кейін күтеді. Гавриилдің кернеуін қансын. Ол нағыз бетсіздік ол. Ол шынымен сенсе жарайды. Ал шатастырса, онда ол діндеп, оны санауға болмайды. Содан сақ болыңдар, мынау суреттерден, сөздерден. Мен қарап естіп тұрмын, кейбіреулер тіпті кіре салып, машқұр жүсіпті дәлелдейді. Пайдаланып. Адвокат деген шықты тағында. Исламның адвокаты. Исламның адвокаты. Соған енді көздеріңді ашып, сақ болыңдар. Ондай жалған пайғамбарлар, білімге жеткендер, аян алғандардан сақ болыңдар, қазақтар.